Сізді бір жақсы жігітпен таныстырайын. Ол өзін өтте жақсымын деп есептейді. Мен жақсы болуға тырысамын. Ол соншалықты жақсы, тіпті жұмаққа бірінші болып баралады. Солай. Сонымен жақсы жігіт, он өсиетті толық орындайсың ба? Әрине. Қаншалықты жақсы екеніңді білу үшін соларды қайталаса қарсы емессің бе? Жарайды. Міне біреуі, өтірік айтпа. Жақсы жігіт, сен алдап көрдің бе? Енді кім алдамайды? Ал өтірік айтатынды кім деп атайды? Өтірікші. Жақсы, басқа өсиетке қалай қарайсың? Ұрлама. Ешқашан ұрламағаның шын ба? Бір ретте. Жоқ. Бірақ сен жаңа өтірікшімін дедің ғой. Енді бала кезінде кәмпит ұрлағам. Ұрлайтын адамды кім деп атайды? Ұрлықшы. Сонымен келесі, неке адалдығын бұзба. Әйеліме ешқашан опасыз жасаған емеспін. Сәлем, сылқым жігіт. Ау, жаным. Иса айтқан, егер бір әйелге құмарта қарасаң, неке адалдығын бұзғаның. Дұрыс. Тағы біреуі. Құдай еңнің атын себепсіз аузыңа алма. Сен ашуланған кезде Құдайдың атын атайсың ба? Жақсы жігіт, бұл Құдайға тіл тигізу. Құдай саған өмір, тыныс бәрін берді. Ал сен болсаң, оның атын кірлетесің. Сонымен сенің сөздеріңнен сен өтірікші, ұрлықшы, Құдайға тіл тигізуші, жүрегінде неке адалдығын бұзушысың. Және бұл тек 4 өсиет бойынша. Ал жарайды, мен мінсіз емеспін. Жоқ, негізі одан да жаман. Сенің миыңа чип орнаттық делік. Ол сенің барлық іс-әрекетіңді жазып алады. Сосын оны достарыңа, жақындарыңа көрсетсек, қалай? Бұл өте жаман болар еді. Мен білем. Киелі кітапта жазылған. Құдай біздің жүрегіміздің түкпірінде не бар екенін біледі. Енді? Бірақ кейбіреулермен салыстырғанда мен әлде қайда жақсымын. Мүмкін. Бірақ сен өзіңді басқа адамдармен салыстырма. Құдайдың заңымен салыстыр. Сонымен, егер сен күніне 5 рет күнә жасасаң, онда жылына 1825 күнә болады. Ал егер сен 70 жасқа дейін өмір сүрсең, өсиеттерді 127 мың рет бұзасың. Соңғы күні әрбір күнәң үшін жауап беруің керек. Құдай алдында өз істеріміз үшін есеп беретініміз туралы киелі кітапта жазылған. Бірақ Құдай мені кешіреді, солай ғой. Ал мысалға сотталайық. Рас, мен заңды көп бұзатынымды білем. Енді сен жеңілдік жасасаңшы. Немесе жабаса. Егер төреші пара алса, бұл амал орындалады, бірақ жақсы төреші былай дереді. Сот алдында заң бұзушылығыңа жауап беруің керек. Құдай пара алмайды. Ол әділетті сот, ол күнәні жек көреді. Иса айтқан, сот күні оған қарсы күнә жасаған әркім тозаққа лақтырылады. Ол жерде адамдар еңіреп, жылап, бармақтарын тістейтін болады. Онда жұмаққа қалай баруға болады? Бір ғана жол бар. Құдай әлемді сүйгені соншалық өз ұлын жерге кемелді өмір сүрсін деп жіберді. Ол еш күнә жасамады. Сосын Иса күнәқарлардың жазасын өзіне алды. Оны сабады, ұрды. Әділдікті орнату үшін ол айқыш ағашқа керіліп өлтірілді. Күнәқарлар еркіндікте болсын деді. Кейін Иса тірілді және өлімді жеңді. Мәңгілік өмірді сатып ала алмайсың. Бұл Исаға мойынсұнып келгендерге берілетін сыйлық. Ол сені кешіреді, сені тазалап, жаңа жүрек береді, жаңа қалаулар береді. Киелі кітап кім Исада болса, сол жаңа адам деп атайды. Сондықтан өзің үшін өмір сүруді қой, күнәларынан бас тартып, Исаға кел. Киелі кітап оқып, оны орында, сену үйін тауып, сенімді өсуді баста, кейін адамдарға жақсы хабарды жеткіз.